Мен атым Жалын, мен осы жерде жұмыс жасаймын. Біз сияқты қарапайым адамдар да бақытты болуға тиісті деп ойлаймын. Жаркент қаласы, Үшарал ауылында туып өскен. Жасым 44-те, бір қалыпты адаммын. Мінезімде бір қалыпты, салмақты, өзімді де бас көтеріп жүретін жігіттеймін деп санаймын. Құрылысшы болуды армандадым. Қазір оқымасақ та құрылыс саласында жұмыс істеп жатырмыз. Үйдің ішін әрлейміз. Дизайн бинаны төбеге қазақша оюлар қойып жатыр. Ауылдан осы қалаға келгеннен бастап осы водоканалға жұмысқа орналастым. Біздің арқамызда осы тұрғылықты үйлерде су бар, канализация бар. Мына жерде канализацияны тартып жатырмыз. Мына жерде қазір котлован қазып жатырмыз. Бұл канализацияның котлованы. Бұл жұмыс жақсы маған. Ұнайды. Балалар да жақсы, сыйлайды, үлкен кіші аға деп, бауыр іні деп сыйлайды, көмектеседі. Бірінші мақсатым сол балаларды оқытып, солар кішкене білім алып, жаңа үйірмелерге қатысып, соларды өсіріп өндіру үшін осы сондай мақсатпен көшіп келдім. 5 айдай уақыт болды. Танысып қойыңыздар, мына ұлым. Менің атым Жарқын, жасым 12-де. Мына үлкен балам Жарқын пысық, көп көмектеседі, көңіл бөліп қарайды. Мынау менің інім. Менің атым Тасқын, мен 10-дамын. Тасқын ауыр мінезді, салмақты, көп сөйлемейді, мінезі тұйықтау. Тасқын бұйрық сөйлегеннен ұтпайды, тез ашуланатын мінезі бар. Ал бұл біздің кенже ініміз. Менің атым Мери, жасым 9-да. Менің жанұям керемет. Мери адамдармен тез тіл табысып кетеді. Мен Мери мінезі жақсы. Маған көмектеседі ол. Отбасымызда 4 еркекпіз. Мини футболдан ойнауға болады деп ойлаймын. Команда дайын ба, тұрсынбектер әулеті? Дайын! Бастаймыз! Кішкентай балам мен жақ болады, үлкен екеуі бірге болады. Сонымен екі команда болып футбол ойнаймыз. Үйірмелерге қатыстырып, жаңа спорт жағынан болсын, жаңа орысша, ағылшынша сондай үйірмелер болса, сондайларға қатыстырғым келіп, әдейлеп Алматыға көшіп келдім. Спортқа қатысып, жаңа қосымша сабақтарға қатысып жатыр. Жарқын, Тасқын екеуің шығыш. Кезекпен, жаңа жамбасқа жаса, кезекпен. Тасқын жаса жамбасқа. Жамбасқа. Тушаға бас. Тұр, енді сен жаса, Тасқын. Мен Геннадий Головкинді жақсы болым. Сол сияқты әлем чемпионы болғым келеді. Спорт залға кел, күнделікті осылай қатысып, жаттығу жасайды. Балалармен мақтанамын. Балаларым осы жетістікке жетсе екен деп тілеймін. Babam мінезі, ер мінезді. Бізге мейірімін төгіп жатыр. Оны жазуым түзеліп тұр. Молодец. Балаларым мені қатты жақсы көреді. Босаған уақытта балаларым көңілін аулағым келеді. Әкем тамақты дәмдер жасайды. Тамақ жасау ол күнделікті әдетке айналып қалған сияқты. Бәріміз бірге төсек жинаймыз, үй жинаймыз, ыдыс-аяқ жинаймыз. Құдай басыңа іс салса бәріне көнесің дейді. Аналардың орнын толтыра аламын деп айта алмаймын мен енді. Әйелім өте жақсы адам болған. Қолынан келмейтін жоқ болатын. Көрпе тігетін, түрлі тамақтар дайындайтын. Белгісіз жақтарға кетіп болады, телефоны сөндіріп тастайды, қайда кеткенін өзімізде таппай қаламыз. Кейде бір жетіге кетіп қалады. 5 күн өткеннен кейін мен розыске бердім. Розыске бергенде бұл кісінің даныйын бәрін шығарған кезде бұл кісінің менің алдында балалары бар екен, 3 баласы бар екен анықталды. Осы розыскеден әйелімді тауып алып келді. Ал ертесі күні кірін жуып, тамағын жасап, мен кеттім, балалар саған аманат деп қолхатын жазып кетті. Анам көрмейді.
түсіргім келмейді. Әкем әйел машинаға қырсы келіп жүр. Мен жаңа мама болған қалаймын. Әйел адам болған қалаймыз. Сол себептен де осы жобаға келіп отырмыз. Бір маманы кездесіп, көріп, сонымен қол ұстасып үйге қайтамыз ба деп тұрмыз. Сәлеметсіздер ме? Менің атым Гүлбазар, 35 жастамын, Алматы қаласынан боламын. Менің анашым Рая, менің қызым Меруерт. Біздің үйге қош келдіңіздер. Гүлбазар кішкентайынан өзі елгезек, ақ көңіл, сенгіш. Әдемімін, сымбаттымын, отбасымды өзім асырай аламын. Өзіме сенімдімін, массаж жасап, жұмыс істеймін. Массажды үйрену үшін 2 ай оқып үйрену керек. Бір сеансы 1 сағат. Ең төмен баға бастан аяқ 5000 теңге. Күнде болмайды енді ол. Аптасына 1 рет шығып қалады, 2 аптада 1-2 рет болады дегенде. В моей жизни самый главный человек – это мама. Қызым аты Меруерт, 13 жаста, қазір переходной возраст, кейде жақсы, көңілді болып отырады, кейде құбылмалы. Мне нравится заниматься спортом. Вид спорта – регби. Это сложный вид спорта. Когда я пришла первый раз, было тяжело, а сейчас уже 2-й год нет. Девочка, которая занимается регби, должна быть сильным, умным, быстрым игроком. Надо качать заднюю часть. Икры, бедра. Это помогает бегать лучше. Регби – это игра шахматная. Там нужен быть ум. Мынау дипломды жақында 28-29 июньде алдым, 2-ші орынға. Мынау регби, 3-ші орын Шымкент қаласынан алғанмын. Бұл мақтау қағазы жақсы оқыған үшін. Я хочу добиться, чтобы меня на улице узнавали, чтобы у меня были фанаты. Онда қатты еркелетіп жібердік па білмеймін. Қазір жоқ деген сөзді бұл онша түсіне қоймайды. Без разрешения иду гулять, тусить. Алдында ондайды ойламайтын ем, қазір енді қиындау екен. Қайда барды, не істеді бұл, кіммен кездесіп, кіммен сөйлесіп жатыр. Әкелік мейірім болса, бұл қыз басқаша өсетін шығар. Әкенің орны бір бөлек. Бывает грустно, потому что у моих подруг есть папы. Әкелік мейірімді сұрайды, кейде ойлаймын, қай жерден қателестім мен деп, неге мен онымен ажырастым деп, кейде өзіме өзім өкінемін. Үйленгеннен кейін ол кісінің мінезі өзгере бастады, іше бастады, қол көтере бастады. Қызды туғаннан кейін менің күйеуім өзгерді тағы да. Неге сен қыз тудың? Бірінші балам менің ұл болу керек еді деп. Үшеуін қоймады, менің шешемді боқтайды. Мен айттым, мен тұра алмайым дедім, ажырасайық дедім. Ол ажырасайық деп, ол кетіп қалды. Мой будущий отец должен быть умным, сильным, чтобы был таким красивым. Но это не главное. Главное, что у него в душе. Арманым менің күйеуге шығу, бірге қыдырып, бірге жүріп, сәби сүйгім келеді.
Алло? Болды, мен қазір срочно бару керек қой жұмысқа онда. Таскын, мен срочно жұмысқа шақырып жатыр. Қазір мен 1 сағат, 1 жарым, 2 сағаттың ішінде қайтып келемін. Қазір үйге жаңа мамаларың келуі мүмкін. Кім деп сұрайсыңдар? Жаңа мамаларың деп айтып жатса, соны кіргізесіңдер. Мақұл ма? Менің ойымдағыдай адам ба, ойымдағы адам емес па, сол жағынан қобалжып тұрмын. Қандай үйге келе жатырмыз. Мен өте қобалжып тұрмын. Қазір не болатынын әлі білмеймін. Саламатсыз ба? Саламат. Жүрегім дүрсілдеді. Жаңа мамам келгенін білдім. Әкем қасымызда болғанда жақсырақ болған болар еді. Бірақ енді әкем жоқ. Өзіміз күтіп аламыз. Ана тәтең апарып сені от жағатын жерге апарады да. Олар маған жай ғана бірден ана, жар атағын берді. Сізді күтті ғой, балалар. Мама келсе екен, үйімізге бір ыстық береке келсе екен деп. Жаңа мамам көңіліме сықты. Мама деп атасам бола ма? Болады. Мен өзім ойым өзгермеймін. Қалай мен 2 бала тастаймын ба? Сіз келіп менде қуанып жатыр мен. Бүкіл мына хозяйствоны үйдің жұмысын өзіңізге берем ғой. Қашан? Өткізесіз. Бүгін ба? Мен уже алдым ғой. Уже алдым. Үйде нан бар, жып-жылы, балалар үйде. Сіз ер азамат отырсыз. Не, мен ризамын. Сізге де ризамын. Біз де сізді күттік. Самалға тауға барайық деп айттым. Мына табиғатымызды, мына отымызды бәрін сіз үшін дайындадық. Отымыз жанғанша екеуміз әңгімелесіп, сырласып, қызықтарымызды айтып отырайық. Ол маған күннің батқанын, жұлдыздарды көрсетіп, сырын ашады деп күттім мен. Сен сияқты әйелді кездестірдім ау әйтеуір. Мұндай адам табу мүмкін екен ғой деп айтама деп ойладым. Менің жалғыз қалу себебім, мысалы, әйелім 2 баланы тастап кетті. Мысалы, 8 жыл бірге тұрдық, қызым 8-ге келді. Ұрған жоқпын отбасым, семьямды. Тиіскен жоқпын, ешқандай тату-тәтті тұрдық, аяқ асты кетіп қалды міне. Ал менің қолымнан келе ме? Кеткенде өзім ойладым, жол анандай. Жүріп кетті. Сонымен кетті, сол кеткеннен жоқ кетті. Ол мені көргеннен кейін жақсы жағына өзгереді деп үміттенем. Оның өмірге құштарлығын байқадым. Ертең беташар жасаймыз деп жатырмын. Ол сен маған қазір айттың ғой, как будто не значит беташар ертең болады. Сен неге маған айтпайсың? Ертең мен сен қалай ойлайсың? Ертең беташар болады. Сен оған қалай қарайсың? Сен маған тағы да айтпадың? Мен жаңа ағамдермен ақылдастым ғой ертең. Просто ағамдармен жаңа. Ну ағамен, а мен не? Сен ағамен тұрмайсың ғой, сен мен тұрасың ғой. Он мне теперь платок одел, например, это сразу беташар. А между этим, почему он не мог сказать, ой, Самал, сен қорқпа, мен саған қалмала келем. Просто айтуға болмайды ма? Когда свадьба будет, мне тоже скажи заранее, чтобы я знала. Свадьба жасау керек, а? Сіз орамал маған кигізді. Аха. А қалмал болады ма? Я себя намного оцениваю. На 25 миллионов. Әлі
көрсетпеген жақсы қасиеттерім жетерлік. Сен неге айтпайсың, біз екеуміз істейміз? Сен айтасың, көбесе саған это. Жоқ, ана үйді, үй шаруасын. Ой, мен үйді қорықпаймын, жаным ау. Жоқ, үй шаруасын ғана айттым ғой мен саған. Жоқ, та сен сразу айттың, ой, Жоқ, екеуміз бірігіп шешеміз дедім. Өзімнің неғым болдырма деп қалалым ішке. Әйелге деген жылылық бере алмадым. Ол өзінің көршілеріне, достарына, бәріне назар аударып кетті де, маған қарағанда жоқ. Тіпті шай іштеп те айтқан жоқ. Қызық, иә? Қатты ренжіп тұрмын. Мен сені жақсы көрем. Бүгін туған күнім. Туған күнім. Серьезно. Туған күні әрине тосын сый болды. Мен үшін, мен оны даже ойламаппын да ондай болады деп. Алло? Динара, сәлем. Мен бір досымның туған күні еді бүгін. Тосын сый жасау керек. Соны выручать ете аласың ба? Сіздердің құрмет қошеметтеріңізбен туған күн иесін құттықтап қояйық. Сюрприз былай айтқанда мықты болды. Реакциясын көріп, қатты қорқақ екен, мен соны көрдім. Сол жері ұнаған жоқ, бірақ маған күлкілі болды. Ондай сюрприз маған жасаса Зәуре, онда шынымен де көрейін деген ғой, қандай екенімді мені. Бірақ мен шынымен шын жүректен айтып тұрмын, қорқып қалдым. Маған сюрприз жасады, туған күн айтқан жоқ. Сосын мен алдында осындай сюрприз жасадым, мәсаған. Опасная ты женщина. Алсын, гүлді алсын. Спят все. Зәуре, мама, Бақытгүл. Зәуре юрист, мама фармацевт. Зәуре Алматыда тұрады. Аман десем, келгендеріне қуаныштымын. Демалыңдар. Жарайды, рахмет. Мен таңертең тұрғанда анамның бетін көрейін деген ғой. Ол кезде ұйықтап жатып, бір кішкене намат үлкен сияқты да папамнан. Жақсы ұйықтадым. И жылы, жақсы, уютно. С утра верно сказать. Тебе қолына шешеміз. Үмітбек, тамағын ішпейсің бе? Зәуре, дегенде көзіме судай жылы шығады. Тәнтен тұрып, шай жасап, жүгіріп, жаны қалмай жүр. Мен ойладым, шай ішкесін тұрып кет қалама деп. Жоқ, шын аяқтың бәрін жуып, тиянақты екені көрініп тұр. Жансел, берген. Тәтемен таныстырам сені. Не, ұяласың ба? Жүр. Мынау Зәуре, тәте, Жансел қызым. Алешті уже көрдім. Жансел өте салмақты қыз екен. Таныспаймын деп қашып бара жатқан кезде өзім біртүрлі болдым, қорқып кеттім. Түсінбей жатыр ғой деймін деп, дайын емес қой деймін деп ойладым. Бірақ сосын жақындап келіп танысты. Қуанып кеттім. Шалағын дайындап қойдың ба? Жоқ, үлгермедім кеш. Үлгермедім. Көмектесейін ба? Жүріп жүрейін, я көмектесіп жүрейін, қазір. Жансел, сен шай іштің ба? Қазір шайын ішіп ал, онда бірінші сосын талап оқимыз.
неге қазақ тілі ғана басқа сабақтарға келе онда қазақ тілін жасап бастайды. Қожанасырды жинамайды, туралы деді. Қожанасыр туралы. Мигрень. ұйқым болса, нормально ұйықтамасам, мен осындай боламын. Жаңа анам жақсы екен, сабақты маған орындап берді. Басы ауырса да сабақ дайындағаны көмектескені ұнады. Үмітбек ондай қатты қамқор болып отыр деп айта алмаймын. Қалың қалай, басым ауырып тұрған жоқ па, бәрі жақсы ма деген әңгімелер болған жоқ. Реніш бар. Жансел, мама звондап отыр, сөйле. Бірдеңке сұрайын деп отыр. Алло. Қазір гудок барсын, мен звондап отырмын. Жанселге мамасы звондап отыр деген кезде ешқандай менде не реакция болған жоқ. Қалыпты жағдай, анасы ғой енді. Ондай қызықпаймын, кім болсын. Екінші бала бар ғой. Қатты ренжіп тұрмын. Мен сені жақсы көрем. Сен қалай мені жақсы көресің? Әлі ешқандай көрген емессің. Ана люблю маған керегі жоқ, сразу айтам. Қолымда келгенше самалдың көңілін тауып жатырмын, бірақ самал сонда да көңіл тауып емес. Мен сені сүйем деген жауыр болған сөз ғой. Солай айтты екен деп мен оның аяғына жығыла салуым керек па сонда? Самал. Шашылық дайындайға. Менің шашлық жасай алатынымды дәл тауыпты. Мен саған берем, сен ұста. Жоқ, сен істеме. Мен өзім істеймін. Мына сен істедің ба? Бұлай істемейді ғой, жаным, не болды? Ой, ты тоже какой-то. Ұялды ма, сасқалақтады ма, әйтеуір бәрін өз қолыма алайын деп ойладым. Пока вот тут еди, жарь. Время-то идет, я пока поставлю. Апара берейін ба? Я, апара вер, жарь какие-то вер. Ты умеешь хоть жарить? Давай я сейчас сама пожарю. Ты точно можешь? Ты какой-то, не какой-то ты не живой, что ли? Мына мен алшы. Ұстама, мына жерге қойшы, мына жерде. Қойма, мына жерге. Бар, асықпай, қойма. Менікі ұнатпады, менің қимылыма көңіл толмады. Давай. Қаттырап. Ой, жаным, саған ағашты берші. Ой, сен тоже такой повар, блин, с тебя. Вот мына жерге қой. Теперь мына жерге қоясың. Не болды саған? Шашлықты отқа қоюға барсақ, ол жақты да қатырмады. Ер азамат қойтып, әйел адам айтқан. Кішкене көңілге келді. Асықпа. Қоя бер. Ой, молодец. Не деген парень, а? Ой. Сәтті болады кәсті. Иә, тағы да әкел. Қара, теперь мені тыңда, тағы да әкел. Қазір мынау басқа жерге қояйық, иә? Мен оған кез келген жағдайда тіпті дауыс көтерудің өзі де екеумізді бірге дұрыс шешім шығаруға әкелу керегін түсіндірдім. Иә, бірге. Тез мына жерде. Так сильно не делай, ты шо? Қара, мына жерге тоже қоя бер. Мына жерде, асықпай. Сте. Ага, болды. Мүмкін ауылдың еркектері бәрі осылай жасайтын шығар, білмедім. Ты мне сережки не подарил, и я с тобой буду что-то целоваться. Жоқ, орамалын салды, бірақ сырға салатын емес. Беташар жасайым дейді, қалың малы жоқ. Білмеймін, түсініксіз.
бірінші көрген кезде жақсы болып көрінді. Әдемі екен. Сәлеметсің. Екі баласы бар деп өзімді уже жүрегім сезіп солай барған. Оның үшеу болғанына да мен қуаныштымын, өзім көп баласы болғанын қаладым. Не думала, что их будет 3. Еще пацаны. Папаларың қанша? 1-2 сағатта Балалары есікті ашады, ар жағынан папасы да шығады деп ойладым. Бірақ та папасының жоқ деген кезде тұрып қалдым сасқалақтап. Ол кісі өзі қарсы алу керек еді. Аттарың кім болады? Жарқын. Жақсы ана келді біздің үйге. Ойындағыдай кісі келгеніне қуанған деп ойлаймын. Менің қызым болады. Танысып ойындар. Сендердің аналарым болам. Жаңа мамамның шашы ұзын. Жаңа мамам мейірімді болып көрінді. Өйткені күліп келді. Папаларың қақты істейді? Водоканалда. Мен келетінімді біле ма папалары? Иә, біледі. Айтты ма сендерге? Рұқсат бересіңдер ма? Папаларың жоқ. Дәрсарқан жайып сендерге тамақ істеп. Мен анамын. Мен келдім сендерге. Мен бәрін өзім істеймін. Сендер отырыңдар деп өзімді көрсеткім келді. Үй жұмысын істей алатын адам екен. Тоңазытқышта тамақ, жарып қой тамақ, картошка. Балаларын ойлайтын, балаларына тамағын жасап кеткен. Жақсы адам болып тұр. Маған наоборот көмек беріп тұрады. Чай ішеміз ба? Тортпен или тамақ ішеміз ба? Тортпен чай. Чай ішеміз ба? Тарелка қайда татыр? Тарелка жаңа тортқа тарелка. Біз жаңа мамам келген кезде бір отбасы болып сезіндік өзімізді. Менің қызым 13-те жасы. Регби спортына қатысады. Тіл табу қиын деп ойлаймын. Өйткені бізді ол жақтырмай отқан сияқты көрінді маған. Время покажет, мы подружимся или все будет наоборот. Бір неге қатысасың ба? Спортпен айналысамын, футболға қатысамын. Футболға қатысасың, Әсел? Күреске. Күреске? Екеуі күреске қатысамын. Меруерттің қылауы маған бәрібір болды. Қай жаққа барған жақсы көресіңдер? Қайында біз апортқа бармыз керек. Апортқа? Папаларын қыдырта ма? Иә, папаны қыдыртады. Уәдесінде тұра ма папаларын? Қолым тимейді деп айта ма? Жоқ, уәдесінде тұрады. Қашанда уәдесінде тұратыны ер азаматтың жақсы қасиеттігін белгілейді. Іш чай. Не болып қалды? Ау? Не болды? Ойындағы адам емес болып қалдым ба? Алина, онда мені дайын болғанда шақырарсың. Жақсы. Жауабын қабылдадым да, онша көңіліме алған жоқпын. Я не повар. Я не повар. Следующий шаг вообще не обязателен. Шынымды айтсам, ойымдағыдай шықпаған сияқты, себебі өзімнің ас бөлмемде емеспін. Барынша көңілден шығуға тырыстым. Енді оны айт деген үміттемін. Ана жақта тамақтанайық. Бөлмеде ме? Иә. Осында ішкен ыңғайлы секілді. Қане отыр. Дәмін көр. Бағалап жібер. Менің жайы қатты қарным ашып тұрды, және тамақтың есі тәбетімді одан сайын ашты. Тозы бәрі дұрыс Иә, па? өте дәмді. Бәрі дұрыс. Мен кішкене уайымдадым, себебі ұнай ма, ұнамай ма, ол мұндай жұмыртқаны жалпы жей ме? Өйткені онда пияз, қызанақ, бұрыш бәрі бар ғой. Ұнамай қалса не болады? Иә, менің бұршақ түрлі шөп-шалам, шпинат пен салаттар жейтін ме? Қалай қарайсың жалпы? Білгім келеді. Не ойлайсың?
Егер сен салат дайындасаң, тағы да омлет жасағаныңды қалаймын. Мен әрқашан қолдаймын. Бастысы дәмді болса болды. Жалпы үйде кімнің немен айналысқанын қалайсың? Сен үй шаруасымен айналыс. Дәмді тамақ дайында, тазалықты қадағала. Ол жағы қолынан келеді деп ойлаймын. Жақсы. Киім үтіктеу, ас әзірлеу, жағдай жасау, көбірек көңіл бөлу қарым-қатынастағы ең маңызды дүниелер. Егер қыз бала осыларды істей алмаса, басқасы туралы сөз қозғаудың қажеті жоқ. Мен таңғы ас әзірлегенде анда-санда болсын көмектескеніңді қалаймын. Такие отношения не нужны. Просто готовить, там, резать, я такие вещи не умею. Тамақтанып алайық. Сосын бір жаққа қыдыруға болады. Бүгін демалыс күні ғой. Балаңды алып кетпейсің бе сонда? Оны бір-екі күнде алып келем. Сендер таныстырам. Баласын үйге алып келмей таныстырмай жатқаны бәлкім әлі қаламайтын шығар деп ойладым. Нельзя, Бутам, нельзя. Живот больно. Больно будет. Мәссаған, оған болмайды деп айтпай ма? Оның орнына баламен ойнап отыр. Болмайды, Баташка. Мен қазір ата-ата істеймін. Требует, кричит, если что-то ему запрещает, начинает истерику. Сен неге ұрасың мені? Ағатай ұрсат, Ағатай. Нельзя так делать, кричать. Нельзя кричать. Ты же мужчина же, нельзя бить женщин. Ой, что плакать? Ержан ұрысты оған. Мамаңды ұрмай неге ұрасың, сен ол әйел адам ғой деп. Дұрыс деп ойлаймын, себебі ер адам өзінің әйелін ылғи қорғау керек. Ол баласынан да қорғау керек. Егер ол қазір 3 жасынан бастап мен ұрса, ертең 20 жасына келген кезде не істейді, өлтіре ма? Все-таки взял, да? Бала пешене сұрап жылап, шешесін ұрған кезде мен оның туған әкесі болсам, ұрсар едім. Мүмкін құйрығынан тартып жіберем бе? Сен мүлдем тамақ пісірмейсің бе? Не, я могу готовить, я умею готовить. Тамақ пісіруден басқа да қызықты нәрселер бар бұл өмірде. Тамақ пісіруге 2-3 сағат кетеді. Ол уақытта басқа нәрселермен айналысуға болады. Мысалы, кітап оқуға болады. Аудио кітап ше? Аудиокнига ұнамайды маған, кітаптың өзін былай оқыған ұнайды. Жақсы ақша табатын болса, тамақ дайындайтын адамдарды жалдауға болады. Маған ұсынысы біртүрлі көрінді. Кішкентай бала, ему же тоже нужно готовить, там, еду, там, ет пісіруге. Біздің жанұяда ет жемейміз. Ну, такой специфический, да, получается? Ет жемеймін дегенді біртүрлі қабылдады, қызық қарады, қалай ол. Ет жемеймін дегені ұнамады. Баланы тек көкөніспен тамақтандыру деген дұрыс емес. Бұл оның өзімшілдігі деп есептеймін. Абайла. Не переживайте, я нормально. Рас па? Әкел, баланы алайын. Қазір ол істе болады. Қалай қой? Білмеймін, мүмкін істе болар. Ахат оны түстеп алса ше деген уақытта біртүрлі сезіндім, өзімді ренішті болды. Оның да өзімнің де сезіміміз туралы өкпеле ме жоқ па деп ойланбадым. Тек балама алаңдадым. Иә, мен жақсы көретіндей етіп пісіріпті.
дәмді болды. Баланың занятиялары бар да, қазір нянясы алып кетеді. Жақсы, яғни ол мұнда қонбай ма? Жоқ, қонбайды. Ахаттың занятиялары болды да, нянясы ертең алып барады. Жақсы. Жақсы. Баланы алып кетеді дегенге қуандым, бірақ Ахатты жақтырмағаннан емес. Тек екеуміз ашылып сөйлесуге мүмкіндік болатынын ойладым. Виноға қалай қарайсың? Шик, курик. Была возможность такая. Кешке екеуміз ғана отырып, балаларсыз бетпе-бет әңгімелесетін мүмкіндік туды. Глаз на глаз, душа в душу. Махаббат